Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен Ғалия Нұрали. Бүгін сіздермен қайнаған кезде езіліп кетпейтін кеспені қалай жасау керектігімен бөлісетін боламын. Алдымен етімізді ұсақтап турап, қайнаған соң көбігін алып, туралған көкөністерімізді саламыз. Етіміз толық піскенше көкөністермен бірге 1 сағат, 1,5 сағат баяу отта қайнатып алатын боламыз. Қамырды жұқа етіп жайып алып 4-ке бөліп, алдын ала қызып тұрған духовкада кептіріп аласыздар. Қайнап жатқан сорпамызға 1 ас қасық томат пастасын қостым. Енді бізде кептірілген қамырымызды кішкентай бөліктерге бөліп, жіңішке етіп кесіп шығамыз. Кептірілген кеспелеріңіз егер артық қалып жатса, осылай салафандарға салып, мұздатқышта сақтауға болады. Етіміз бен көкөністеріміз әбден жұмсақ болып пісті. Енді кесілген кеспемізді бірнеше бөліктерге бөле отырып, араластырып, салып шығамыз. Кеспемізді орташа отта 5 минуттай қайнатып аламыз. Қамырды дәл мен секілді кептіріп кесіп алсаңыздар, кеспелеріңіз езілмей өте дәмді шығады. Рецепттерім ұнап жатса каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.